Тау-кен металлургия кешені Қазақстанның бәсекеге қабілетті және қарқынды дамып келе жатқан өнеркәсіп секторларының бірі. Бұл сектор республиканың жалпы ішкі өнімінің шамамен 10%-ын құрайды. Тау-кен металлургия кешені кәсіпорындарына Қазақстанның даму банкі қолдау білдіріп, секторды одан әрі жаңғырту үшін мүмкіндіктер тудырады. Тау-кен металлургия кешені өсу мен тұрақтылықтың негізгі драйверлерінің бірі бола отырып, Қазақстан экономикасында маңызды рөл атқарады. Ол мемлекеттік бюджеттің едәуір бөлігін салықтар мен экспорттық түсімдер есебінен қамтамасыз етіп қана қоймайды, сонымен қатар жұмыс орындарын ашады және де іргелес салалардың дамуына ықпал етеді. Банк инновациялық жобаларды қаржыландыру, жабдықтарды жаңғырту және экологиялық таза технологияларды енгізу арқылы осы секторды қолдауға және дамытуға ұмтылады. Қазақстан әлемдегі ең ірі пайдалы қазбалар қорына ие. Ел, вольфрам және уран қорлары бойынша бірінші орында. Сондай-ақ, хром қорлары және оны қайта өңдеу бойынша екінші орын алады. Қазіргі уақытта Қазақстанның даму банкінің портфелінде тау-кен металлургия кешені саласындағы 11 жоба бар. Олардың ішінде сектордың дамуына ықпал етіп қана қоймай, ел экономикасы үшін стратегиялық маңызы бар бірнеше жобаларды атап өткен жөн. Банк қолдаған әрбір жоба ел экономикасы үшін өсуі мен дамуы үшін маңызды болып табылады. Мысал ретінде Казхром компаниясы іске асырған жасыл жобаны атап өтуге болады. Ол ТБК қызметінен пайда болған шлам қалдықтарын қайта өңдейді, осылайша қоршаған ортаға экологиялық әсерді азайтады және жаңа жұмыс орындарын ашады. Эрджиголд компаниясы қысқа мерзімде 18 ай ішінде кешенді 2022 жылдың қыркүйегінде іске қосумен құрамында алтыны бар кенді өндіру және қайта өңдеу жобасын сәтті іске асырды. 2024 жылдың қыркүйегінде компания банк алдындағы міндеттемелерінің мерзімінен бұрын өтеді. Былтырдан бастап Хромтауда дөңкен байыту комбинатының қалдықтарын өңдеу фабрикасы жұмысын бастады. Қазақстанның даму банкінің қолдауымен іске асырылған ERG Green жыл сайын ағымдағы және жинақталған қалдықтардың шамамен 1,7 миллион тоннасын қайта өңдейді. Өңдеу нәтижесінде 200 мың тонна жоғары көміртекті феррохром өндіріледі. Шламы – это исторически заскладированные. Шлам дегеніміз жиналған ұсақ шикізат. Біз ERG Greenмен бірге жаңа зауытта пайдалы компоненттерді шығарып, одан әрі кен байытуға дайынбыз. Полезный компонент. Гравитациялық әдіс дегеніміз материалдардың тығыздығының айырмашылығына негізделіп, пайдалы минералдарды бос тау жыныстарынан бөлу. Кәсіпорын үшін басты басымдық жергілікті халықтың әл-ауқаты мен жайлылығына қойылады. Қазіргі уақытта ERG Greenде 400 қызметкер, ал дөңкен байыту комбинаты өндірісінде барлығы 8 мыңнан астам адам жұмыс істейді. Бірінші кезекте салада жобаларды іске асыру есебінен жаңа тұрақты жұмыс орындарын құрылуда. Банк қолдаған жобаларда 50 мыңнан астам адам жұмыс істейді. Жыл сайын саладан бюджетке түсетін салық түсімдері шамамен 1 триллион теңгені құрайды. Барлық түсімдерден 10-15%. Сондай-ақ жобалардың бастамашылары өңірлердің әлеуметтік ортасын жақсартуға белсенді қатысып жатқанын атап өткені жөн. Хромтауда туған қала жобасы сәтті басталды. Ол әрбір тұрғынға қаланы абаттандыру және жақсарту бойынша ойын ұсынуға мүмкіндік береді. Егер ұсыныс дауыс беруде қолдауға ие болса, онда жоба сәтті жүзеге асырылады. Тағы бір ауқымды жоба туған қала бірлестік. Ол үлкен өзгерістерге бағытталған. Мысалы, бұл жерде орталық саябақты қайта құру және жаңарту туралы сөз қозғалу мүмкін. Бұл қала дамуына жаңа мүмкіндіктер сыйлайтыны сөзсіз. Қазақстанның тау-кен металлургия өнеркәсібі валюталық түсімнің тұрақты ағынын қамтамасыз ете отырып, ел экономикасында шешуші рөл атқарады. Қазіргі уақытта Қазақстанның барлық экспортының 17,5% дәл осы секторға тиесілі. Бұл шамамен 10,5 миллиард долларды құрайды.
Банк жоғары әлеуметтік экономикалық әсері бар өңдеу өнеркәсібі жобаларын қаржыландыруға және тау-кен металлургия саласында орта және жоғарғы қайта бөлу өнімдерін шығаруға, сондай-ақ импортты алмастыруға және елдің экспорттық әлеуетін арттыруға бағытталған. Осылайша Қазақстанның тау-кен өнеркәсібі ел экономикасына елеулі үлес қосып қана қоймай, өсу мен даму үшін жоғары әлеуетті көрсетуді жалғастыруда. Бай табиғи ресурстар мен Қазақстанның даму банк сияқты негізгі қаржы институттарының қолдауының арқасында сала әлемдік нарықтағы позицияны одан әрі нығайту үшін барлық мүмкіндікке ие.